Сәлем қыздар, бүгін біз дымлама, яғни тауық етінен бұқтырма жасайтын боламыз. Алдымен қазанымызға сұйық майымызды құйып, майымыз қызған соң етімізді салып, етімізге тұзымызды және де дәмдеуішімізді сеуіп, жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Етіміз қызарып қуырылған соң, оның үстінен чесногымызды майдалап турап, перецімізді және де пиязымызды теріп шығамыз. Оның үстінен сәбізімізді де саламыз. Қалауларыңызша турасаңыздар болады. Сәбізімізді салған соң, пиязымызды кішкене қызарғанша қуырып аламыз. Міне қуырып алған соң, картошкамызды теріп шығамыз. Картошканы қатты майдаламаймыз, ортасынан екі бөліп, үлкен көлемінде етіп саламыз. Және де капустамыздың арасына чеснокты майдалап турап салып шығамыз. Картошкамызды теріп алған соң, үстінен капустамызды да үлкен көлемде етіп, картошканың үстінен теріп шығамыз. Капустамызды жақсылап теріп шығып, дәміне қарай тұз және дәмдеуішімізді себеміз. Бетін жауып, 5-10 минутта қаттылықта қуырып аламыз. Міне біз қуырып алдық. Енді қатты араластырмаймыз, жай-жай қозғап, осылай қайтадан қақпағын жауып, астын пәсейтіп қоямыз. Астын пәсейтіп қойған соң, тағы да бір араластырып аламыз. Бетін мешотпен жауып, тағы 5-10 минут қойып аламыз. Міне қыздар, біздің тамағымыз дайын. Оны тарелкамызға салып, өздеріңіздің қалауларыңызша сәндеп тартсаңыздар болады. Өте оңай әрі тез пісетін тағам. Ас болсын.